Баршаңызға сәлем, оқырмандарым. Бүгін кешкі асқа осындай балықты ерекше дәмді етіп пісіру әдісін көрсетемін. Қасында соусымен бірге ұсынамыз және осындай үйдегі бар ғана құрамдармен жеңіл салатты да жасайтын боламыз. Олай болса дайындауға кірісеміз. Бисмилля деп, ең бірінші мында менде судак балығы майсыз болып келеді. Сіздерде судак болмаса, сазан немесе сёмга балығынан да жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Ең бірінші балығымызды маринаттаймыз. 40 грамм сұйық майға дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Және 1-2 тісше сарымсақты да ұсақ үкіштен өткізіп қосамыз. Және осындай балыққа арналған приправа болады, яғни тұздық, соны қосамыз. Менде балығым көптеу болғаннан кейін жалпы барлық приправаны қостым. Енді барлығын жақсылап тұрып тұздығымызды араластырамыз. Менде балық көп болғандықтан приправаны сол бір пакетігін толығымен қосуды жөн көрдім. 1 килограммнан да асып кетеді балығым. Енді осы дайындаған соусымызды балығымызға құямыз. Енді балығымызды жайлап қолымызбен осылай барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз, араластырып. Сүйектері бар екен, кішкене қолға кіріп кетуі мүмкін, абайлаңыздар. Және жарты лимонның, немесе жартысының жарты лимон болса да болады, осылай шырынын сығып үстіне құятын боламыз. Және сол лимонымызды да үстіне салып, тағы да бір араластырып жібереміз де, бетін пищевая пленкамен жауып, жарты сағатқа маринадқа қалдырамыз. Достар, алда тағы да қандай рецепттерді көргілеріңіз келеді, комментарий бөліміне міндетті түрде жазып кетіңіздер, оқитын боламын. Енді осы балығымызбен ұсынатын салатымызды дайындаймыз. Үйдегі бар ғана қарапайым құрамдармен жасалады. Радуга салаты деп атаймыз. Бізге қызанақ және осындай қияр, менде бір үлкен қияр мен 2 қызанақ қолдандым. Сіздер адам санына қарай көбейтсеңіздер болады. Барлығын ұсақтап, төртбұрыштап турап аламыз. Бұл салат өте қарапайым болғандықтан тез жасалады. Көбіне қонақ келер кезде, немесе қонақ келіп қалған кезде менен сұрап жатады, қандай салаттар тез жасалатын салаттардың рецебі бар ма деп, осы салатты да ұсынар едім. Уақытыңызды алмайды, дастарханыңызда бірден дайындап ұсына аласыз. Енді қызанағымызды да солай төртбұрыштап, ұсақтап тураймыз. Құрметті оқырмандарым, осы каналдың жоғарғы қарай дамуына сіздердің көптен көп үлестеріңіз болады. Ол үшін осы каналды немесе видеоны достарыңызға, таныстарыңызға, WhatsApp желілерінде, басқа да әлеуметтік желілерде, группаларда таратуларыңызды сұраймын. Суға піскен 3 жұмыртқамызды ұсақтап, кубиктап турайтын боламыз. Сіздерде жұмыртқа кескіш болса, осындай сонымен де бөліп алсаңыздар болады. Енді салатымыздың барлық құрамдарын турап алдық. Және банкадағы, осындай кішкентай банкадағы консервіде кукурузды да қолданатын боламыз. Жоқ болса, міндетті емес, орнына сіздер сыр қоссаңыздар да болады. Енді мен осындай үлкен сопақша тарелкаға салатын боламын, ортаға бір жерге. Әркім енді өзінің қалауынша әрлейді. Мен осылай радуга сияқты етіп жасадым. Осы салатқа қалауыңызша керешки, қара икраны қоссаңыздар да өте керемет болып шығады. Қолдағы бар ғана заттан жасалады. Мен керешки алуды ұмытып кеткеннен кейін үйдегі қалған нанды осылай чеснок, паприка, сұйық май қосып, духовкада қытырлатып пісіріп алдым. Оны да қосуды ұмытып бара жатырмын. Осылай соңынан салдым және майонезбен осылай әдемілеп әрлеп шығамыз. Қиярымызбен қызанақтың үстінен аздап қана тұз себеміз. Міне салатымыз дайын. Үлкен жерге ортаға бір ыдысқа дайындадым. Енді осы аралықта маринадталып тұрған балығымызды аламыз. Қызып тұрған пешімізге, противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне балығымызды орналастырамыз. Және 180 градуста 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Енді балықтың қасына гарнирге күріш пісіреміз. Мен 3 кесе
күрішті қолданамын, және оны әбден жуып аламыз. Асты қызып тұрған табамызға май құйып әбден қыздырып, сосын жуылған күрішімізді салып, құрғағанша осылай қуырамыз. Сонда біздің қуырған себебіміз күрішіміз бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіп шығатын болады. Бірден суға пісірсеңіздер, олар жабысып қалады. Енді үстіне 2 кесе күріш қолдансаңыз, 2,5 кесе су құясыз. 3 кесе қолдансаңыз, 3,5 кесе су құясыз. Міндетті түрде бір қайнатамыз және қалауынша тұз қосамыз. Астын одан кейін жай отқа қойып пісіретін боламыз. Балықпен бірге ұсынатын брокколиді де пісіріп аламыз. Жоқ болса міндетті емес. Мен осындай кішкене бір мумасын алдым және ұсақ бөліктеріне бөліп шықтым және жақсылап тұрып уксус қосылған суға жуып алдым. Ол да міндетті емес. Бар болса жақсылап тұрып бір жуып алсаңыз жарайды. Қайнап тұрған суға жарты шай қасық тұз салып 3-4 минуттай піскенше пісіріп аламыз. Ұзақ тұрса езіліп кетуі мүмкін, сол себепті бұл тез піседі. Міне өзі жап-жасыл болып пісіп шықты. Осы аралықта біздің күрішіміз де дайын болды. Бір-бірімен жабыспай, шашыраңқы болып, жақсы пісіп шықты. Енді осы балықпен бірге ұсынатын соусымызды дайындаймыз. Бізге 27-30-33% сливки керек болады. 150 грамм сливкеге 1 ас қасық ұн саламыз және 1 тісше сарымсақты ұсақ күштен өткізіп қосамыз. Дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Егер ұныңыз түйіршектеліп қалып жатса, онда венчикпен араластырсаңыз болады. Енді оттың астын жай қойып қоямыз. Осы кезде 1 ас қасық сары май саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Әдемі болып шығу үшін қалауыңызша ас көкті де укропты, яғни турап қоссаңыз болады. Отымыздың астын өшіреміз, біздің соусымыз дайын. Енді сливки болмай жатса, орнына қаймақпен де, кетчуппен де ұсынсаңыз болады. Бірақ осы соуспен өте керемет дәмді болып шығады. Міне балығымыз өзінің иісі аңқып керемет болып маринадталғаннан кейін әдемі болып пісіп шықты. Енді дастарханымызға әдемі етіп осылай формада күрішімізді түсіріп аламыз. Қасына брокколимізді барлығын соусымен қойып ұсынатын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, өзінің маринады да, дәмі де ерекше, иісі де ғажап болып пісіп шығады. Баршаңызға ас болсын, барлығыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Достар, алда жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңырау шанының үстінен басуды ұмытпаңыздар.